стоп деді, 5 рет санады. Ақшаны кім бірінші жібереді, сол алады деді. Резко ақшасын жіберіп үлгергенсің ғой. Сөйтіп мына сумканы сатып алдым, бірақ материалы өте қатты, качествосы жақсы. Базарда 9.000 теңгеге тұрады екен. Примерно 10.000, ең арзан дегенде 7.000 аласың ғой. Вот, мына сумканы алып алдым, іші өте жақсы, өз заттарын салып қойдым еще. Сөйтіп күйеуіме айтамын ғой, алып кет деп, алып кет деппін ғой. Сөйтіп күйеуім барып, мына очки сатып келеді ғой. Кәдімгі Қытайдың базарын аралағандай болдық қой. Мына оптың бағасы 1,5 екен, ол 2,5-ға сатып алады. Негізі базарда 6.000 теңге тұрады. Барып көрсеңіздер болады. Дәл осы очкиді 6.000 тұрады. Базарда, магазиндерде 6.000 тұрады. Барып көрсеңіздер болады. Бұны реклама жасап атқан жоқпын. Реально мен просто бұны не үшін айтып жатырмын. Көргім келді да, что реально сөйтіп аукционға берген заттарын әкеп беріп жіберем екен, или лоходром бекен деген сияқты көрдім. Бір жағынан енді қызық болды мен үшін. Сөйтіп алдым. Мына компания екен. Бұл енді реклама емес, дұрыс түсініңіздер. Тиктокта отырады екен, Инстаграм бар екен, бірақ мен реклама жасап атқан жоқпын, құрметті оқырмандар. Просто кішкентай затқа қуана білу керек адам. Өзінің өмірін, әрбір күнін қуанышты етіп өткізу керек. Аз қандай дүниеге қуану керек қой. Менің риза болып тұрған бұл компанияның адамдары WhatsApp-қа жазып, қайта таңертең жазды. Затыңызды алып кетесіз ба, салып жіберейін ба, и сұрап жатыр. Мен түстен кейін сағат 2-де хабарласам дедім. 2-ден кейін еще звондап жатыр. Сағат 2-де хабарласам деп едіңіз. Не істейтін болдыңыз, алып кетесіз ба деп. Болмаса мен ақшасын жіберіп қойғанмын. Даже мен егер ақшасын жібермей, потом алып кетем десем, жарай түсінем да, ана ақшаны алып алу үшін звондай берсе түсінем. Бұған ақшасын жіберіп қойғанмын. Жіберіп қойған ақша қайтарылмайды, например, да. Сатып алынған зат уже келісім бойынша солай ғой, енді баста эфир болып жатыр, видео жазылып жатыр. Вот. Сөйтіп риза болған бұл компания. Затыңызды алып кетесіз ба деп жауапкершілігі өте көп екен. Қуанып, сол адамдарына өте ризамын. Рахмет, Алланың нұры жаусын. Мен өте қуаныштымын. Мына товарларыңыз маған қатты ұнады. Очкиін алып алдым. Тиктокта, Инстаграмда отырады екен. Күшті. Супер. Рахмет. Мизан базарында отырады деді ма. Еще тағы бір сумка алдым, мужской сумка. Жаңа дәл қазір ойнатып жатыр екен. Еще бір сумка алдым. Оны да көрсетем. Маған бір қызық болып тұрды. Вот осындай қуанышты жаңалық. Ол сумка мужской сумка еще.